Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз алма туралы қызықты ақпараттармен айтып бөлісетін боламын. Алма, банан және мангодан кейінгі әлемдегі ең танымал жеміс түрі. Әлемде алманың 7500 түрі өсіріледі. Ең басты өндірушілер ақш және Қытай. Тарихшылардың айтуы бойынша алманың пайда болған жері қазіргі Алматы қаласының аумағы. Алманы қабығымен қоса жеген дұрыс. Қабықтың құрамында асқорытуды жақсартатын пайдалы элементтер бар. Ең ұзақ өмір сүріп келе жатқан алма ағашы Америкада. Ол ағаш 1647 жылы отырғызылған. Ол суда батпайды, өйткені ол 20% ауадан тұрады. Жеміс беретін ағаштардың әрбір екіншісі алма ағаштары. Бір алмада 70-100 калорий болады. Дәстүрлі медицинаға сәйкес қызыл алмалар жүрек және қан тамырларын, жасыл тіс және оның еттерін, ал сары иммунитетті көтереді. Құрт жеген алмадан қорықпаңыз. Құрт тек табиғи және піскен жемістерді жейді. Исаак Ньютонның тартылыс заңы. Ғалымның басына алма түскен соң пайда болу. Ұлыбританияда 21 қазан алма күні болып саналады. Зерттеулерге сәйкес алмалар онкологиялық аурудың алдын алуға көмектесетін жемістер. Жер бетінде алманы өсіретін бақтардың жалпы аумағы 5 миллион гектар. Гастрит және асқазанның ойық жарасы ауруларымен ауыратын адамдарға бұл жемісті жеуден бас тарту керек. Ол қандағы холестериннің мөлшерін азайтады. Адам бір жылдың ішінде шамамен 65 алма жеп қояды. Ұлыбритания елінде күніне бір алмадан жеп отырсаң, дәрігерге барудан аулақ боласың деген мақал бар. Орта ғасырда шыршаларды алмалармен безендірген. Әлемге танымал Apple компаниясының логотипі ретінде оң жағы тістелген алманың суреті таңдалған. Танымал брендті осы алмасына қарап танимыз. Басына алма құлаған соң Исаак Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашқаны баршамызға белгілі. Көптеген зерттеушілер айфондағы алманы осы оқиғамен байланыстырады. Бүгін сіздер алма туралы біраз ақпараттар білдіңіздер деп ойлаймын. Видеоға лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.